Саламатсыздар ма құрметті оқушылар, сіздермен бірге SMG Education білім беру жобаларын құрастыру орталығы және де мен Қалиев Берік. Біз сіздермен бүгін күрделі пайыз тақырыбын қарастыратын боламыз. Сіздер бұл тақырыпқа есептер шығармас бұрын берілген 3 ұғыммен таныс болуымыз қажет. X-тің 30% бұл бірінші ұғым. X-тен 30-ға артық санды табу және X-тен 30-ға кем санды табу. Осы 3 ұғымның әрқайсысына жеке-жеке тоқталып өтейік. X-тің 30% дегенімізді біздер өткен сабақтарда арқылы білеміз. X-тің 30%-ын табу үшін берілген X деген санымызды кез келген сан X-тің орнында, соның 30%-ын табу үшін 0,3-ке көбейтетін едік. 30%-ға артық санды табу үшін енді екіншісінде X деген беріліп отырған сан бізде 100% ретінде қарастырылады. Яғни 30%-ға артық санды табу үшін біздер 130%-ын табу керекпіз. Яғни X-ті 1,3-ке көбейту керекпіз. 130% дегеніміз бұл 1,3. Естеріңізге сала кетейін. X-тен 30%-ға кем дейді. Яғни беріліп отырған санымыз тағы да біздің 100%-ымыз. Сондықтан осы беріліп отырған X-тен 30%-ға кем санды табу керекпіз. Яғни 100%-дан 30%-ды азайтатын болсақ 70%, яғни X-тің 70%-ын ғана тапсақ жеткілікті. Ал енді құрметті достар, біздерде Назарбаев зияткерлік мектептеріне және де білім инновация лицейлеріне келіп түскен сұрақтар типіндегі есептерді қарастырайық. Бізге беріліп отырған есеп сіздің алдыңызда көрсетілген. Оқып шығаймыз бірінші. Сабина екінші тестте бірінші тестке қарағанда 20%-ға көп, ал үшінші тестте екінші тестке қарағанда 50%-ға көп балл алды. Ол төртінші тестте үшінші тестке қарағанда тағы да 4-ке артық балл алып 40 баллға ие болса, бірінші орынға шығады екен. Сабина бірінші тестте қанша балл алған дейді. Ал енді бұл жерде біздер көріп отырмыз, Сабинаның бірінші тестте қанша балл алғанын білмейміз. Сондықтан біздер X деп алайық. Содан 20%-ға көп дейді. Ең басында бізге егер де берілген болса, бұл біздің X-іміз 100% болу керек еді. Соны біздер X-ті 100% ретінде қарастырамыз, 20%-ға көп, яғни 120% деген сөз. 1,2-ке көбейтеміз. Ал енді үшінші тестте екіншіге қарағанда дейді. Ал екінші тестте біздер білеміз, 1x көбейтілген 1,2 балл алды ол. Үшінші тестте осыған қарағанда дейді. Яғни бізден шыққан санымыз енді бұл біздің жаңадан шыққан 100%-ымыз болады. Осы жаңадан шыққан 100% болғандықтан осының 50%-ына көп балл алды дейді. Бұның 50%-ына көп балл дегеніміз жаңадан шыққан 100%-ымызға 50%-ды қосамыз, сол кезде 150%, яғни 1,15-ке көбейтеміз. Төртінші тестте үшіншіге қарағанда тағы да 4-ке балл алды дейді. Үшінші тестте бұл біз білеміз, x плюс 1,2 көбейтілген 1,15 балл алды. Сондықтан 4-ке ғана артық дейді. 4 есе емес, 4-ке. 4-ке артық дегеніміз қосу 4. Сонда 40 баллға ие болса дейді. Тең 40 деген осы теңдеуімізді ғана шығарамыз. Сонда x көбейтілген 1,2 көбейтілген 1,15 қалады. Плюс 4-іміз минус 4-тің қасына, 40-тың қасына минус болып барады. Сол кезде 40-тан 4 азайтсақ 36 шығады. Енді x-імізді табу үшін көбейтіліп тұрған 1,2 мен 1,15 сандары 36-ның астына бөлініп барады. 36-ны бөлеміз 1,2 көбейтілген 1,15-ке. Бұндай типтегі есептерді біздер шығаруды білеміз. Үтірден кейінгі цифрларды санаймыз тек. Үтірден кейін бөлімінде 2 деген сан және 5 деген сан, жалпы алғанда бөлімінде 2 сан бар екен. Ал енді алымында ешқандай сан жоқ. Бірақ біз білеміз, 36-дан кейін 2 0-ді қосып, үтірден кейінгі цифрлардың сандарын теңестірсек болады. Үтірден кейінгі цифрлардың саны алымында 2, бөлімінде 2 болғандықтан үтірлерді алып тастап есепті шығарамыз. 3600 бөлінген 12 көбейтілген 15 болады. Бұл жерде 36 менен 12-нің қысқаратынын көріп тұрмыз. Бұл жерде 3 болады, 36-ны 12-ке бөлсек. Енді 3 саны мен 15 саны қысқарады. Сол кезде 3-ті 3-ке бөлгенде 1, 15-ті 3-ке бөлгенде 5 шығады. Сонда үстінде алымында 1 және 2 0, яғни 100 саны, ал астында 5 саны шығады екен.
100-ді 5-ке бөлсек, барлығымыз білеміз, 20. Бұл біздің есебіміздің жауабы. 20 балл бірінші тестте Сабина деген қыз балл алған екен. Құрметті достар, егер ең бірінші тестіміз бізге түсінікті болса, екінші тестті дәл осы форматта шығаратын боламыз. Алдымен оқып шығамыз. Мейрам ең бірінші тестте 20 балл алды. Екіншісінде ол біріншіге қарағанда 20%-ға артық, ал келесісінде екіншіге қарағанда тағы да 25%-ға артық, және ең соңғысында үшіншіге қарағанда 10%-ға кем алса, соңғы тестте Мейрам қанша балл алды дейді. Яғни жақшаның сыртына, жақшаның ішіне күрделі процент деп жазып кеткен. Күрделі пайыз екенін біздер онсыз-ақ көріп отырмыз. Мейрам ең бірінші тестте 20 балл алғаны ең басында бізге берілген. Сондықтан 20 деп жазып қоямыз. 20 балл ең бірінші тестте алған. Енді екіншісінде ол біріншіге қарағанда, яғни 20-ға қарағанда 20%-ға артық. Бізге ең басында берілген 20 баллымыз бұл біздің 100%-ымыз ретінде қарастырылады. Осыған қарағанда 20-ға артық, 20%-ға артық дегеніміз 120%, яғни 1,2-ке көбейт дейді. Енді біздің осы жерде шығатын санымыз есептемей қоямыз, бірақ логикалық тұрғыда ойлап, бұның 100% екенін білу керекпіз. 20 көбейтілген 1,2 бұл біздің жаңадан шыққан санымыз, сондықтан бұл жаңа 100%-ымыз болады. Содан 25%-ға тағы да артық алған, яғни 125%, немесе 1,125. Осылай болады. Және де ең соңғысында үшіншіге қарағанда 10%-ға кем алды дейді. 10%-ға кем, яғни ең соңғы шыққан санымыз біздің тағы да жаңадан шыққан 100%-ымыз болып есептеледі. Осыдан 10%-ға кем, 100-ден 10%-ды азайтсақ, 90%, немесе 0,9 деген сөз. Болды. Осы есепті шығару керекпіз. Сол кезде біздің есебіміздің жауабы да шыға қояды. 20-ны 1,2-ке көбейтіп, оны 1,125-ке, оны 0,9-ға көбейтеміз. 20-ны 1,2-ке көбейтетін кезде үтірден кейінгі бір сан, және де мына 0-ге байқаймыз да, 0-ін алып тастап, 1,2-нің де үтірін сызып тастаймыз. Сол кезде 2 көбейтілген 12 қалады. 2-ні 12-ке көбейтсек, біздер білеміз, 24 саны шығады. 24 санын 1,125-ке, немесе 1,4-тен 1 деп алсақ болады, дұрыс па? Сосын барып 0,9 есімізден шығармаймыз, соңында көбейтеміз. 24-ті көбейтеміз, 1,4-тен 1 дегеніміз бұрыс бөлшектеріне жазатын болсақ, 4-тен 5 болады. 24 пенен 4 санын қысқартамыз. Мына жақта 6 шығады, 6-ны 5-ке көбейтсек, біз білеміз 30. Енді ең соңғы амалымыз 30 санын 0,9-ға көбейту. 30-ды 0,9-ға көбейтетін болсақ, бұл 0 менен үтір 10-ға қарай жылжиды, сол кезде 3 көбейтілген 9 ғана шығады. 3-ті 9-ға көбейтсек, барлығымыз білеміз 27. Жауабы Е болады, 27. Өте оңай көріп отырсыздар. Құрметті достар, барлығымыз көріп отырғандай, күрделі пайыз аты ғана болмаса, ешқандай күрделілігі жоқ. Ең басында қараймыз. Тауардың бағасы алғашқыда 100%-ға қымбаттап, кейін соңғы бағасы 50%-ға арзандады. Тауардың бағасы бастапқысынан қанша пайызға өзгерді деген сұрақ қойылып отыр. Бағасы алдындағы ең алғашқы бағасы бізге берілмеген. Сондықтан X ретінде қарастырыламыз. Ал біз білеміз, X-тің жай ғана X емес, бұл 1X деген сөз. Енді осы X бағамыз алғашқыда 100%-ға қымбаттады дейді. Яғни ең басында берілген X-іміз бұл біздің ең басында берілгендіктен бұл біздің 100% ретінде қарастырылады. 100% 100%-ға қымбаттаса, 100-ге 100 қосамыз 200%, 200%-ды 10-дық бөлшектеріне жазсақ 100%-ға бөлу керекпіз. Сондықтан бұл 2 деген сөз. 2-ге көбейтілді деген сөз, 100%-ға қымбаттады деген сөз, бұл 2-ге көбейтілді деген сөзбен тең. Енді кейін соңғы бағасы 50%-ға арзандады дейді. Соңғы бағасы, яғни міне X көбейтілген 2 дегенді енді біз жаңадан шыққан 100% ретінде қарастырамыз. Сондықтан осы 50%-ға арзандаса, бұл 0,5-ке көбейтіледі деген сөз. Себебі 100-ден 50-ді азайтсақ, тағы да 50 шығады, бұл 0,5-ке тең.
Соңында осы есепті шығару керек, біз тек қана осы болды. Соңында 2 шыққан x-ті, мынау біздің бастапқы 1x-іміз, ең соңында шығатын мына жердегі x-імізді екеуін салыстырамыз. 2-ні 0,5-ке көбейтсек, біз білеміз, тек қана 1 шығады, сонда 1x болады екен. Сонда ең бастапқы бағасы 1x, ең соңғы бағасы 1x. Сонда ешқандай өзгермеген. Жауабы D 0%-ға өзгерді дейміз. Құрметті оқушылар, келесі есебіміз кішкене күрделілеу алдыңғы есептерге қарағанда. Бірлет оқып шығайық. Тауардың бағасы 2 рет 20%-ке арзандап, кейін тағы 2 рет 20%-ке қымбаттағанда 576 теңге болды дейді. Тауардың бастапқы бағасы тағы да берілмеген. Сондықтан x ретінде қарастырыламыз. 2 рет деген сөзге мән беру керекпіз. 2 рет 20%-ке арзандады дейді. Біздер білеміз, егер де бастапқы бағасы берілмеген болса, сонда да 100% ретінде қарастырылады. Бірінші рет арзандаған кезде 20%-ға 80% қалады, яғни 0,8 болады. Енді бұл шыққан бағамыз, бұл біздің 100% ретінде қарастырылады, тағы да 20% арзандайды, тағы да 0,8 болады. Енді 2 рет 20%-ке қымбаттауы керек. Сондықтан біздер 1,2-ке көбейтеміз. Бұл 120% дегеніміз. Себебі біздің бұған дейінгі шыққан санымыз тағы да 100% ретінде араластырылады. 1,2-ке көбейтсек, шыққан санның 120%-ын тап деген сөз. 20%-ке қымбаттады деген сөз, 120% деген сөз негізінде. 2 рет болғандықтан біздер 1,2-ке 2 рет көбейтеміз. Міне, 1 рет 20%-ға қымбаттады, арзандады, сосын тағы да 20%-ға арзандады, енді 20%-ға 2 рет қымбаттап отыр. Соңында 576 теңгеге тең болды дейді. Осы есеп шығару керекпіз. Бұл үшін x-ті табу үшін мына жерде көбейтіліп тұрған барлық сандар 576-ның астына бөлу болып барады. 576-ны бөлеміз тек қана 0,8 көбейтілген 0,8 көбейтілген 1,2 көбейтілген 1,2 сандарына. Үтірден кейін астында бөлімінде 1 сан, 2 сан, 3 сан, 4 сан, яғни алымына 4 нөлді қосып үтірлерді алып тастаймыз. 8 көбейтілген 12 көбейтілген 12 болады. Осы жерде есептерді шығару өте оңай. 576 мен 8 қысқара ма екен? Бірінші соны қарастырайық. Біз білеміз, 56 8-ге бөлінеді. Бұлай 57-ден алатын болсақ. Сосын ар жағында 1 қалдық, ол мен 6 болады, сонда 16-да бөлінеді деп айтамыз. 8 бенен 576-ны қысқартайық. 57-ден аламыз бірінші, 57-ні 56-дан аламыз. 56-ны 8-ге бөлсек 7, сосын 16 қалады, 16-ны 8-ге бөлсек 2. 72-ні 8-бен қысқарта аламыз енді. 72 мен 8 қысқартсақ, мына жақта 9 қалады. Енді 9 бенен 12 сандарын 3-ке қысқартамыз. Мына жақта 3, мына жақта 4 қалады. Себебі 9-ды 3-ке бөлсек 3, 12-ні 3-ке бөлсек 4 болады. 3 бенен 12 сандарын 3-ке қысқартамыз, сонда мына жақта 1 қалады, мына жақта 4 қалады. Сонда ең соңында шыққан жауап жазайық. 1 және де 4 0, ал астында 4 бенен 4-ті көбейту. Немесе жазып қойық біздерге қысқартуға оңай болсын. Енді 10.000 санын 4 көбейтілген 4 санына бөлу керекпіз. Мына жерден 100-ден аламыз, 100 бенен 4-ті қысқартайық. Сол кезде 25 шығады. Барлығымыз білеміз. Енді 25 және де мына 2 0 қалып тұр. 2500 саны шығады, бөлінген 4 болады. 25-тен аламыз, 25-ның ішінде 24 бөлінеді, 6 болады. Сосын 1 қалдық қалады, және де 100 қалады, дұрыс па? 2 0 менен 100 болады. Сол кезде бізге 25-ті береді. Жауабы 625 шығады екен. Жауаптардың ішінен қараймыз, бізде Б жауабы 625 бар екен. Сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Ал енді бүгінгі сабағымыздың ең соңғы есебіне де келіп жеттік. Бірінші оқып шығайық. Шоколадтың бағасы алғашқыда 10%-ға қымбаттап, кейін шыққан баға 20%-ға арзандап, сосын соңғы бағасы тағы 25%-ға қымбаттағанда 990 теңге болды. Шоколадтың бастапқы бағасы қандай еді дейді. Құрметті оқушылар, сіздер бұған
бұл есепке дейін менімен бірге 4 есепті шығарған болатынсыздар. Енді видеоны паузаға қойып, тоқтатып, өздеріңіз шығарып көріңіздер. Мен 3-ке дейін санап, осы есептің шығарылуын сіздерге көрсетемін. Сонымен 1, 2, 3. Паузаға қойдыңыздар ма? Сіздерде қандай жауап шықты? Менікімен тексерейік. Шоколадтың бағасы берілген бұл есепте. Дұрыс айтқанда берілмеген. Енді шоколадтың бастапқы бағасы берілмеген. X ретінде қарастырыламыз тағы да. Алғашқыда 10%-ға қымбаттады. Бастапқы бағасы берілмеген болса да біздер 100% екенін білеміз бұл. Ол 10%-ға қымбаттаса 110% болады. Сондықтан 1,1-ге көбейтеміз. Кейін шыққан баға дейді. Шыққан баға тағы да біздің жаңадан шыққан 100%-ымыз. Сондықтан 20%-ға арзандады дейді. 100% 20%-ға арзандады, яғни азайды деген сөз 80% немесе 0,8 болады. Сосын соңғы бағасы тағы да 25%-ға қымбаттады дейді. Соңғы баға дегеніміз мына шыққан бағамыз біздің 100% ретінде қарастырылады. Ол 25%-ға қымбаттауы керек. 100-ге 25 қоссақ 125, бұл ондық бөлшек түрінде 1,25 болады. Сол кезде 990 теңгеге тең болды. Шоколадтың бастапқы бағасын, яғни X нешеге тең, бұны бізден сұрап отыр. X-ті табу үшін 990 санын әдеттегідей 1,1 көбейтілген 0,8 көбейтілген 1,125 санына бөлеміз. Үтірден кейінгі цифрларды санаймыз. Тағы да үтірден кейін алымында сан жоқ, өлімінде 1 саны, 8 саны, 2 саны, 5 саны бар. Үтірден кейін бөлімінде 4 сан шықты, алымында ешқандай сан жоқ. Тағы да 990 санына 0 4-еуін жалғаймыз, астындағы үтірлерді алып тастаймыз. 11 көбейтілген 8 көбейтілген 125 болып қалады. Бұл жерден есептерді қысқарту өте оңай. 99 бенен 11-дің қысқаратыны бірден көзге көрініп тұр. 99 бен 11-ді қысқартсақ 9 болады үстінде. 99 11-ге бөлсек 9 себебі. Енді мына жерден қарайық. 8-ді 125-ке көбейткен кезде негізінде 1000 болады. Соның 1000 деген санның 3 нөлі мен үстіндегі 3 нөл қысқарады. Сонда тек қана жауабында 9 және мына 2 0 қалады. Сонда жауабы 900 болады. Сіздерде осылай шықты ма? Егер де дәл осылай шыққан болса, мен өте қуаныштымын. Жауабымыз С 900 теңге. Құрметті оқушылар, көріп отырмыз. Барлық есептердің форматы, барлығын шығару әдісі өте бірдей. Сондықтан күрделі есеп дегеніміз, күрделі пайыз дегеніміз негізінде күрделі емес. Бұл тек қана жай атауы ғана. Дәл осындай есептерді өзіміз үйде шығарып, тестілеуге дайындалайық. Сіздермен бірге бүгін 5 есеп шығардық. 5 есептің 5-еуі де өте түсінікті болды деп ойлаймын сіздерге. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Сіздермен бірге болған Берік ағай.